Мысалы өзім охотаны атырауда бәрі біледі. Мысалы аңшылық деген ол нағыз еркектердің ол керек та, еркек аңшылықпен өзін шыңдау керек та. Постоянно военспособный болу керек, суровые условия деген сияқты. Зона комфорттан шығып, хотя суланған нәскемен жүріп білу керек та. Сразу жөтеліп қалмай деген сияқты. Қазақтың негізі шаңырағында болу керек. Әр қазақ өзінің үйінде бір қару ұстау керек та. Потому что деген алып кеше солаймен бірге. Потому что біздер қару ұстамасақ болмайды да негізі. Бірақ заңды ұстау керек бәрін. Мынау дейтін саған Шавқат бауырым постоянно аңшылықта жүресің ғой. Мынау бәрі легальный, мынау турецкий өзі дейтін гладкоствольный специально саған документі бар ғой. Екі магазиннен. Оншық қой, еркектердің оншығы ғой. Саған бауырым мынау біздің. Бірақ мықты. Иә.